Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналда мен қазақ тілінде зейнетақы бойынша жаңалықтармен және ақпаратпен бөлісіп отырамын. Менің аты-жөнім Сатпаева Әйгерім Бақытжанқызы. Осы видеода мен сіздерге зейнетақы төлемдерін есептеуге арналған көрсеткіштермен таныстырғым келіп тұр. Яғни 2022 жыл үшін 2022 жылдың 1 сәуірінде өзгертілген көрсеткіштер бойынша сіздің зейнетақы мөлшеріңіз есептелінеді. Яғни зейнетке шығатын жыл 2022 жыл. Сол үшін ең бірінші маңызды көрсеткіш болып айлық есептік көрсеткіш құрайды. Яғни МРП, минимальный расчетный показатель, 2022 жыл үшін 3180 теңгені құрайды. Келесі көрсеткіш минималды зейнетақы. Минималды зейнетақы дегеніміз ынтымақты зейнетақыны санау үшін, сонымен қатар НПФ-тан берілетін төлемдерді санау үшін қажет көрсеткіш болып табылады. Қазіргі кезде ол 48.032 теңгені құрайды. Енді мына кестеге қарап кетсеңіз, ынтымақты зейнетақы деп тұр. Ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін бізге табыс керек болады, яғни 36 айлық табыс. 36 айлық табысының минималды суммасы ретінде 48.032 теңге, яғни минималды зейнетақы есепке алынады. Осы суммадан көп табыс есептелінеді, ал төменгісі тек қана осы суммамен есептеледі, яғни 48.032 теңге болып сіздің айлығыңыз есептеледі. Бұдан көп болса, суммасы өзгереді. Егер де айлығыңыз бұдан төмен болса, 48.032 теңге болып есептеледі. Осы суммаға сіздің стажыңыз көбейтіледі, сонда сіздің ынтымақты зейнетақыңыздың суммасы шығады. Келесі көрсеткіш минималды базалық зейнетақы. Минималды базалық зейнетақы 2022 жыл үшін 20.191 теңгені құрайды. Бұл дегеніміз ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% құрайды. 2022 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 37.389 теңге. Осының 54% 20.191 теңгені құрайды. Бұл сумманы кез келген жұмыс істемеген зейнет жасына келген кісі ала алды, және сіздің зейнетақыңызды есептеген кезде бастапқы суммасы 20.191 теңгеден басталады. Бұған стаж, сонымен қатар табысыңыз қосылады да, бұл сумма көтеріліп отырады. Келесі көрсеткіш НПФ-тан берілетін төлемдер. Біз білеміз, зейнетақының 3 түрі бар. Ынтымақты, базалық және НПФ-тан төлемдер. НПФ-тан төлемдерді егерде сіздерде төлем жинақтаушы қорында ақшаңыз болған жағдайда бөліп аласыз, немесе бірден аласыз, немесе 50%-ын қолдануға мүмкіндіктеріңіз бар екен. Ұмытпаңыздар. Яғни 2022 жылы бұл сумма 26.172 теңгені құрайды. Бұл сумма қай жақтан шықты десеңіздер, ол ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын құрайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ы 26.172 теңге болады. Бұл НПФ-тан берілетін төлемдердің суммасы осылай есептелінеді. Келесі, сіздер зейнетке шыққан кезде 36 айлық табысыңызды көрсетесіздер. Сол 36 айлық табыс ретінде сіздердің максималды айлық табысыңыз бір айға шаққанда 146.280 теңгені құрау керек. Яғни 36 айлық табысыңыз 5.266.080 теңгеге тең болу керек. Осы суммаға жеткен жағдайда сізде солидарный, яғни ынтымақты зейнетақы үшін мына жақта жазылып тұрған принятый доход, яғни есепке алынған табысыңыздың мөлшері максималды суммаға тең болады. Яғни осы 146.280 теңге айлық болды деген мәлімет мына жаққа түседі. Сонда сіздің ынтымақты зейнетақын есептеу кезде ең жоғарғы табыс есептелінеді. МРП көтерілген сайын, айлық есептік көрсеткіш көтерілген сайын, зейнетақыны есептеу үшін көрсеткіштер де өзгеріп отырады.
каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.